Қайырлы күн, сіздермен мен Сүтбек Темірлан. Сіздерге бүгін 15-ші апта, яғни жаңа Қазақстанды қалыптастыруға бағытталған әлеуметтік саяси реформалар туралы айтып беретін боламын. Бірінші сұрақ бізде тарихи сананы қалыптастыру және рухани жаңғыруға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанда тарихи сананы қалыптастыру ерекше маңызды мәселе болды. Кеңес дәуірінде көптеген тарихи ақтаңдақтар бұрмаланған немесе мүлде зерттелмеген күйде қалған еді. Сондықтан мемлекет ұлттық тарихты қайта зерделеу, өткеннің шынайы бағасын беру, болашақ ұрпақтың тарихи санасын жаңғыртуға бағытталған бірқатар ірі бағдарламаларды жүзеге асырды. Оның біріншісі мәдени мұра, яғни мәдени мұра бағдарламасы 2004-2011 жылдар аралығында болды. Бұл бағдарлама Қазақстан тарихы, археологиясы, этнографиясы және мәдени мұрасы деректерді қалпына келтіруді көздеді. Бағдарлама аясында көне қалалар зерттелді, тарихи ескерткіштер қалпына келтірілді, шетел архивтерінен құнды деректер алынды, және ұлттық энциклопедиялық және ғылыми еңбектер жарық көрді. Мәдени мұра, осы мәдени мұра бағдарламасы Қазақстанның рухани тарихын түгендеген іргелі жоба болды деп айтсам болады. Одан кейін тарих толқынында бағдарламасы, бұл 2013 жылы басталды. Бұл бағдарламада отандық тарих ғылымын жаңғыртып, қазақ халқының мыңжылдық мемлекет дәстүрін дәлелдеуге бағытталды. Бағдарлама Евразия кеңістігіндегі қазақтардың тарихи рөлін, мемлекеттіліктің эволюциясын зерттеуге мүмкіндік берді. Үшінші бізде рухани жаңғыру бағдарламасы, яғни 2017 жылы. Бұл қазіргі ұлттық идеологиясын айқындаған стратегиялық жоба. Бағдарламаның негізі бағыттарына келген болсақ, ұлттық кодты сақтау, білімді арттыру, жаһандық бәсекеге қабілетті болу. Одан кейін осы бағдарламада шыққан туған жер саясаты, 100 жаңа есім, қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру туралы жобалары іске асыруға тырысты. Бұл бағдарлама ұлттық болмысты сақтай отырып, заманауи инновациялық қоғам қалыптастыруды көздейді. Одан кейін ұлттық тарихты зерттеудің жаңаша кезеңі. Соңғы жылдары Ұлы даланың жеті қыры мақаласы тарихи сананы тереңдетті. Ол қазақ даласының өркениеттік рөлін, жылқы мәдениетін, металлургия, алтын орданың мұрасын жаңа көзқараспен баяндады. Одан кейін бізде екінші сұрақ, саяси, экономикалық, әлеуметтік өмірдегі қайшылықтар. Тәуелсіздік кезеңінде Қазақстан үлкен жетістікке жеткенімен, саяси және экономикалық салада, әлеуметтік салада белгілі қайшылықтар мен қиындықтар орын алды. Экономикалық қайшылықтар бұл 90-шы жылдардың басында нарықтық экономикаға көшуге ауыр өтті, яғни инфляция өте жоғары болды, жұмыссыздық артты, өндіріс көлемі күрт төмендеді, халықтың табысы азайды. 2000 жылдары мұнай-газ секторында табыс экономикалық өсуді жеделдеткенмен, тек шикізатқа тәуелділік басты қайшылықтардың бірі болып қалды. Экономика жеткілікті деңгейде әртараптанбады. Яғни біз тек қана шикізатты өндіре алдық болды. Әлеуметтік қайшылықтар. Қоғамда табыс теңсіздігі пайда болды. Қалалар мен ауылдар арасындағы даму айырмашылығы, денсаулық сақтау және білім сапасындағы теңсіздік, халықтың әлеуметтік топтар арасындағы мүмкіндіктердің әркелкілігі және де урбанизацияның жылдам жүру әлеуметтік қысымды тудырды. Тұрғын үй бағасының өсуі, жұмыс орындарының көп бөлігі қалада шоғырлану, яғни ауылда жұмыстың аз болуы. Және де саяси қайшылықтар. Саяси жүйе тұрақты болғанымен, көп партиялық толық деңгейде дамымады, азаматтық қоғам институттары қалыптасты, сөз бостандығы, ақпараттық кеңістігінің дамуы әр кезеңде пікірталас тудырды. Қоғамдағы жаңару үдерісі, бұл соңғы жылдары саяси реформалар басталды, парламенттің рөлін күшейтті, жаңа партиялық жүйе пайда болды, жергілікті басқаруды дамытты, және де жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан сияқты концепциялар шыға бастады. Одан кейін бізде үшінші сұрақ, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қазақ халқына арналған жолдаулары. Ең бірінші жолдауы бұл халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы. Тоқаевтың басты идеяларының бірі бұл қоғам мен билік арасындағы ашық диалогты күшейту. Яғни бұл модель халықпен кері байланысты жақсартуды, мемлекет органдарындағы тиімділікті артуды және де азаматтардың мәселелерін жедел шешуді көздейді.
және саяси реформалар 2020 және 2023 жылдар аралығында Тоқаев бірқатар реформаларды ұсынды. Оның бірінші реформасы парламенттің өкілетін күшейту, партия құру талаптарын жеңілдету, митинг өткізу тәртібін либерализациялау, адам құқықтарын қорғау институттарын күшейту. Бұл өзгерістер қоғамдағы саяси плюрализмді арттырды және де демографиялық дамуды қолдауды мақсат етеді. Және де әлеуметтік саясат және азаматтардың әл-ауқаты. Жолдауларда төмендегі мәселелерге ерекше мән берілді. Бірінші мәселе бұл ең төменгі жалақыны көтеру, мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысын көтеру, көпбалалы отбасыларды қолдау және қорғау, білімді ұлт жобасы арқылы білім беру реформалары. Және де экономикалық жаңғырту, жаңа Қазақстан концепциясы, бұл президент экономиканы монополиядан арылту, әділ бәсекелестікті қалыптастыру, инфляцияны бақылау, шағын және орта бизнесті басты назарға қоюды ұсынды. Және де жаңа Қазақстанның тұжырымдамасы бойынша тиімді басқару біріншіден, екіншіден ашық экономика, үшіншіден әділетті қоғам құруға бағытталған. Және де төртінші сұрақ біздегі тәуелсіздіктен кейінгі қазақ мәдениеті және өнері. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан мәдениеті және өнері жаңа кезеңге қадам басты, ұлттық болмыс жаңаша сипат алып, рухани құндылықтарды қайта жаңғырту үрдісі күшейді. 1990 жылдан бастап ұлттық тарих, әдебиет, музыка, салт дәстүр жаңа бағамен қаралды. Күй өнері, жыраулық дәстүр, эпостар зерттелді. Ұлттық театр, кино, бейнелеу өнері жаңа ізденістерге жол ашты. Бұл кезеңде халық ұлттық сана сезімін көтеру маңызды міндет болды. Қазақ тілінің рөлі және мәдени саясаты. Тәуелсіздік жылдары Қазақстан мемлекеттік тіл мәртебесімен ие болып, оны қолдау аясы кеңейді. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы тіл мәдениеті, ұлттық құндылықтар насихатталды. Кино саласына келетін болсақ, қазақстандық кинолар қарқынды түрде дамыды. Бірқатар қазақ кинолары халықаралық деңгейге жарық көрді десек болады. Олар біріншісі Келін, Жау жүрек мың бала, Қазақ хандығы, Анаға апарар жол, Томирис сияқты кинолар. Және де музыка, сахна өнері. Қазіргі музыка дәстүрлі және заманауи бағыттарда синтезіне айналды. Этно фольклорлық ансамбльдер, яғни Тұран, Тигран сияқты, одан классикалық опера, балет өнерінің дамуы, жаңа эстрадалық жанрлар, заманауи орындаушылар пайда болды. Және де сонымен қатар осы өзіміздің шетелдерге танып жүрген Димаш Құдайберген әлемдік деңгейде танылып, қазақ музыкасының беделін көтерді десек болды. Одан кейін театр және әдебиет. Театрда жаңа режиссер тәсілдер пайда болды. Қазақ әдебиеті және тыныс алды. Төлен Әбдік, Оралхан Бөкей, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Қуаныш Жиенбай және тағы да басқа жас ақын жазушылар толқыны әдеби процесті байытты. Және де мәдени интеграция және халықаралық байланыстар. Қазақстан әлемдік мәдени форумдар мен фестивальдарға белсене қатысты. Астана опера, Астана балет халықаралық деңгейдегі мәдени орталыққа айналды десек болады. Және де тәуелсіздік кезеңдегі мәдени даму бұл Қазақстанның рухани жаңғыруының негізгі бөлігі. Ұлттық мәдениет жаңарып, өз болмысын сақтай отырып, әлемдік мәдени кеңістікпен үйлесім тапты. Назарларыңызға рахмет.